Қызылордалық жас шахматшы Назерке Нұрғали Албанияның Дюррес қаласында оқушылар арасында өткен әлем чемпионатында топ жарды. 40 елдің спортшылары бақ сынаған байрақты бәсекеде алтыннан алқа таққан жерлесіміз туған жерге оралып, жерлестерінің зор қошеметіне бөленді. Әлем чемпионын теміржол вокзалынан спортшылар, жаттықтырушылары мен жақын туыстары күтіп алды. Жаһан біріншілігінде ел абыройын асқақтатқан Назеркенің қуанышында шек жоқ. Бұған дейін 4-1 әлем чемпионатында жеңіске қол созым жерден қайтқан қызылордалық шахматшы үшін бұл айтулы жетістік. Албаниядағы сынға тыңғылықты дайындықпен барыпты. Өз жас ерекшелігі бойынша 420 шахматшы қатысқан турнирдің алғашқы 5 турында Назерке көш бастап, тек польшалық қарсыласынан есе жіберген. Дегенмен сайыстың шешуші кезеңдерінде қателікке бой алдырмай асқан шеберлік танытып жеңіс тұғырынан көтерілді. Енді ол 20 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында өтетін Азия чемпионатында ел намысын қорғайтын болады. Айта кетейік, жаһан біріншілігімен қатар Алматыда ересектер арасында ел чемпионатында қатар өткен болатын. Онда жерлесіміз Әсел Серікбай күміс жүлдеге қол жеткізіп, аймақ тарихында алғаш рет шахматтан Қазақстан Республикасының спорт шебері нормативін орындады. Негізі әлем чемпионы болу мен 4 жыл бойғы арманым еді. Себебі 4 жыл бұрын 2015 жылы Таиландта мен 3-ші орын алған болатынмын. Және 2016 жылы 4-ші орын алып, 2017 жылы Румынияда өткен әлем чемпионатында 1 мен 2-ші орынды бөліп алып, қосымша көрсеткіштер бойынша 2-ші орын алдым. Шынымды айтсам, осы жарыста 6-ші турда ұтылып қалған кезінде мен қайттан 1-ші орын ала алмаймын деген қорқыныш сезім болды. Себебі әр жыл сайын мен 1-ші орында келе жатып, ешқашан 1-ші орын алмайтын. Бірақ 6-ші турда ұтылып қалған кезінде мен тренерім Василий Владимирович маған психологиялық түрде үлкен көмек көрсетті. Она этого заслуживала уже в течение 4 лет. Назерке 4 жыл бұрын Таиландта өткен әлем біріншілігінен бастап алдына алтынға қол жеткіземін деген мақсат қойды. Әлем чемпионатында жеңіске жету айтарлықтай қиын болған жоқ. 2-ші орында алған қарсыласынан 1,5 ұпайға басым түсті.